Біздің планетамыз сансыз тіршілік түрлеріне толы. Бірақ олардың ешқайсысы жәндіктер сияқты көп немесе әртүрлі емес. Жер бетіндегі әрбір адамға шамамен 1,5 миллиард жәндіктерден келеді. Олар қиялға келетін барлық мекенде өмір сүреді. Ең биік таулардан ең терең үңгірлерге дейін, және ыстық шөлдерден мұзды тундраларға дейін. Бұл кішкентай тіршілік иелері көбінесе назардан тыс қалатын немесе елеусіз қалатын біздің әлемнің нағыз сәулетшілері. Олардың әртүрлілігі таңғажайып. Ғалымдар миллионнан астам түрді анықтады, бірақ миллиондаған басқалары әлі де ашылуды күтуде. Олар біздің планетамыздың кең, күрделі машинасын үздіксіз және тиімді жұмыс істеп тұруға мүмкіндік беретін кішкентай тісті дөңгелектер мен тетіктер. Біз орман немесе шалғын арқылы өткенде, біз осы жасырын әлеммен қоршалғанбыз. Қоңыз жол бойымен жүгіреді, көбелек гүлден гүлге ұшады. Ара өз миссиясында мақсатты түрде ызылдайды. Әрқайсысы маңызды рөл атқарады. Олар қоршаған ортаның пассивті тұрғындары ғана емес. Олар белсенді қатысушылар, біз көріп тұрған ландшафтты қалыптастырады. Олардың көптігі мен функцияларының әртүрлілігі оларды алмастырылмайтын етеді. Ең кішкентай құмырсқадан ең үлкен көбелекке дейін, әрбір жәндік тіршіліктің нәзік тепе-теңдігіне үлес қосады. Бұл тепе-теңдік жүздеген миллион жылдар эволюция барысында жетілдірілген. Осы тұрақты, тыныш белсенділіктің кенеттен тоқтағанын елестетіңіз. Бұл қорқынышты ой, бірақ біз не жоғалтатынымызды шынымен бағалау үшін қарастыруымыз керек. Жәндіктердің болмауы планетадағы әрбір экожүйеде апатты тізбекті реакцияны тудырады. Гүлдеген өсімдіктердің жарқын түстері солғын болады. Құстардың әні тыныштыққа енеді, және аяғымыздың астындағы топырақ өзінің өміршеңдігін жоғалтады. Мыңдаған жылдар бойы мұқият тоқылған тіршіліктің күрделі торы қорқынышты жылдамдықпен ажырай бастайды. Біз олардың біздің ортақ иеміздегі маңыздылығының толық көлемін енді ғана түсіне бастадық. Олар атқаратын рөлдер, олардың формалары сияқты әртүрлі. Кейбіреулері тозаңдандырғыштар, біздің азық-түлік тізбегіміздің негізін құрайтын өсімдіктердің көбеюін қамтамасыз етеді. Басқалары ыдыратушылар, өлі органикалық заттарды ыдыратып, топыраққа маңызды қоректік заттарды қайтарады, оны жаңа өсу үшін құнарлы етеді. Көптеген түрлі жануарлар үшін, соның ішінде құстар, жарқанаттар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, және тіпті балықтар үшін маңызды азық көзі болып табылады. Оларсыз, біз білетін әлем жай ғана жұмыс істеуін тоқтатады. Олар біздің планетамыздың денсаулығы мен тұрақтылығын сақтайтын үнсіз, қажымас жұмысшылар, біз оларға сирек алғыс айтатын қызмет. Жәндіксіз әлемнің ең тез және жойқын салдарының бірі, сансыз өсімдіктердің тозаңдануының тоқтауы. Бақтағы әдемі гүлдерді немесе жеміс ағаштарын ойлаңызшы. Жер бетіндегі барлық гүлді өсімдіктердің 80% аралар, көбелектер, түн көбелектері, тіпті шыбындар сияқты жәндіктерге бір гүлден екінші гүлге тозаң тасымалдау үшін сүйенеді. Бұл қарапайым әрекет өсімдіктердің көбеюінің негізі болып табылады. Ол оларға тек өздерінің ғана емес, сонымен қатар сансыз басқа түрлердің, соның ішінде біздің де тіршілігі үшін маңызды тұқымдар мен жемістерді өндіруге мүмкіндік береді. Бұл еңбекқор тозаңдандырғыштарсыз, біздің ландшафттарымыз күрт өзгереді. Жарқын жабайы гүлдердің алқаптары құрғақ болады. Ормандар қайта қалпына келуге қиналады. Өйткені, жәндіктердің тозаңдануына тәуелді ағаштар келесі ұрпақ үшін тұқым өндіре алмайды. Әлем әлдеқайда түссіз және әлдеқайда жеміссіз орынға айналады. Өсімдік пен тозаңдандырғыш арасындағы күрделі би, миллиондаған жылдар бойы бірге дамыған қарым-қатынас кенеттен және қайғылы түрде аяқталады. Егістіктердегі тыныштық терең болады. Бұл экожүйедегі терең және іргелі аурудың белгісі, тапшылықтың болашағын хабарлайды. Біздің азық-түлік қорына әсері апатты болады. Біз күнделікті тамақтануымыз үшін сүйенетін көптеген дақылдар, мысалы, алма, бадам, көкжидек, шие және авокадо, дерлік толығымен жәндіктердің тозаңдануына тәуелді. Кияр, асқабақ және брокколи сияқты көкөністер де өнім бермейді. Аралар мен басқа да жәндіктердің қажымас жұмысынсыз, фермерлердің егістіктері аз немесе мүлдем ештеңе бермейді. Біздің супермаркеттердің сөрелері таңқаларлықтай бос болады.
Біз қазір қалыпты деп қабылдайтын азық-түліктің әртүрлілігі мен молдығы алыс естелікке айналады. Бұл жаһандық деңгейде кең таралған азық-түлік тапшылығына және тамақтану жетіспеушілігіне әкеледі. Бұл процесс симбиотикалық қарым-қатынастың тамаша үлгісі. Мұнда өсімдікте, жәндікте пайда көреді. Өсімдік көбейеді, ал жәндік тәтті шырын түрінде сыйақы алады. Бұл біздің планетамыздағы тіршіліктің көп бөлігін қамтамасыз ететін әдемі және тиімді жүйе. Жәндіктердің жоғалуы тіршілік тізбегіндегі осы маңызды байланысты үзеді. Өсімдіктер келесі ұрпақты жасай алмайды. Бұл олардың ақыр соңында жойылуына әкеледі. Бұл тек өсімдіктердің өзіне ғана емес, сонымен қатар оларға азық пен баспана үшін тәуелді барлық жануарларға әсер етеді. Бұл бүкіл экожүйеге жойқын күшпен әсер ететін домино әсерін тудырады. Жәндіктер табиғаттың маңызды тазалаушы тобы. Олар қайта өңдеудің шеберлері, органикалық заттардың ыдырауында шешуші рөл атқарады. Орманда ағаш құлағанда немесе жануар өлгенде, қоңыздар, шыбындар және құмырсқалар сияқты жәндіктер жұмысқа кіріседі. Олар шіріген ағашты, түскен жапырақтарды және жануарлардың өлекселерін ұсақ бөліктерге бөледі. Бұл процесс топыраққа қоректік заттарды қайтару үшін өте маңызды. Ыдырау мен жаңарудың осы тұрақты циклінсіз, жер сарқылып құнарсыз болады. Жаңа өсімдіктерді қолдай алмайды. Біздің әлем тез арада өлі органикалық қалдықтар тауының астында қалады. Ештеңе шірімейтін орман еденін елестетіңіз. Түскен жапырақтар жылдан жылға жиналып, қалың, өткізбейтін кілемше жасайды. Өлген ағаштар құлаған жерінде қалып, ландшафтты толтырып өрт қаупін тудырады. Бұл өлі материалдың ішіндегі қоректік заттар ешқашан экожүйеге қайта оралмайды. Топырақ өзінің байлығын жоғалтады. Оның қара, үгітілген құрылымы, стерилді және жансыз шаңмен алмастырылады. Өсу мен жаңарудың бүкіл процесі тоқтап қалады. Әлем бір кездері болған нәрсенің статикалық, шіріген мұражайына айналады. Жаңаруға немесе ескінің орнына, жаңа өмірдің пайда болуына үміт жоқ. Сонымен қатар, жәндіктер азық-түлік тізбегінде іргелі байланысты құрайды. Олар көптеген жануарлар үшін негізгі азық көзі болып табылады. Құстар, жарқанаттар, кесірткелер, бақалар және балықтар барлығы тіршілік ету үшін жәндіктердің тұрақты диетасына тәуелді. Жәндіктерсіз әлем бұл тіршілік иелері үшін аштық әлемін білдіреді. Таңертеңгі құстың көңілді әні сирек дыбысқа айналады. Өйткені құс популяциясы негізгі азық көзінсіз күрт төмендейді. Судағы жәндіктердің дернәсілдері мен қоректенетін балықтар жоғалып кеткендіктен тұщы су экожүйелері құлайды. Бұл балықтарға тәуелді барлық нәрсеге, соның ішінде балық аулауға сүйенетін адамдарға әсер етеді. Бұл жәндік қоректілердің жоғалуы ауқымды салдарға әкеледі. Мысалы, көп мөлшерде жәндіктерді тұтынатын жарқанаттар мен құстар біз зиянкестер деп санайтын популяцияларды бақылауға көмектеседі. Бұл табиғи жыртқыштарсыз, серіктессіз көбейетін бірнеше жәндік түрлерінің саны күрт өсіп, одан да көп проблемалар тудыруы мүмкін. Бүкіл азық-түлік тізбегі, нәзік тепе-теңдік және жәндіктер сияқты үлкен және іргелі бөлікті алып тастау бүкіл құрылымның құлауына әкеледі. Аспандағы тыныштық пен тоғандардағы тыныштық толығымен тепе-теңдігі бұзылған әлемнің суық куәлігі болады. Жәндіктердің жоғалуы тек экологиялық апат қана емес. Бұл адамзат өркениетіне тікелей және экзистенциалды қауіп болады. Ең тікелей әсер біздің азық-түлік қауіпсіздігімізге болады. Тозаңданған дақылдардың сәтсіздігі мен жаһандық ауыл шаруашылығы құлайды. Жәндіктердің тозаңдандырғыштарына тәуелді кофе мен шоколад сияқты негізгі тағамдар қол жетімсіз сән-салтанатқа айналады. Ең бастысы, жемістер, көкөністер және жаңғақтардың жоғалуы кең таралған ашаршылық пен тамақтану жетіспеушілігіне әкеледі. Экономикалық күйзеліс орасан зор болады. Өйткені ауыл шаруашылығына негізделген бүкіл салалар құлап, бұрын соңды болмаған ауқымда әлеуметтік және саяси тұрақсыздыққа әкеледі. Ас үстелінен тыс, біздің денсаулығымыз бен қоршаған ортамыз қатты зардап шегеді. Қалдықтарды ыдыратуға жәндіктер болмаса, әлем санитарлық дағдарысқа тап болады. Өлген жануарлар мен өсімдіктер жиналып, зиянды бактериялар мен аурулардың көбею ортасын жасайды. Біз сүйенетін таза су бұзылады. Өйткені сүзу және тепе-теңдік үшін жәндіктерге тәуелді су экожүйелері істен шығады. Біз тек аш қана емес, сонымен қатар барған сайын лас және ауруға шалдыққан әлемде өмір сүреміз.
Жәндіктер тегін көрсететін күрделі экологиялық қызметтер, тозаңдану, ыдырау және зиянкестермен күрес. Жыл сайын триллиондаған долларға тұрады, және олардың жоғалуы жай ғана орнын толтыруға болмайды. Біздің мәдениетіміздің және табиғатпен байланысымыздың өзегі жыртылады. Бақта билеп жүрген көбелекті көрудің қуанышы, жазғы кештегі жарқыраған құрттың ғажайыбы, шалғындағы аралардың ызыңы, бұл қарапайым, бірақ терең тәжірибелер мәңгіге жоғалады. Біздің әлем әлдеқайда аз әдемі, әлдеқайда аз ғажайып, және әлдеқайда аз шабыттандыратын орынға айналады. Биоәртүрліліктің жоғалуы терең психологиялық соққы болады. Біз қорғай алмаған нәрсенің тұрақты еске салуы. Біз биологиялық кедейленген әлемде, біз бір кездері білген жарқын планетаның көлеңкесінде, үнсіз көктемдер мен құрғақ ландшафттар әлемінде өмір сүреміз. Ақыр соңында, хабарлама анық және шұғыл, бізге жәндіктер оларға қарағанда әлдеқайда қажет. Олар жердегі тіршіліктің көп бөлігі салынған негіз болып табылады. Олардың қажымас жұмысы бізге тыныс алатын ауаны, ішетін суды және жейтін тағамды беретін экожүйелерді қамтамасыз етеді. Оларды қорғау тек бірнеше белгісіз түрлерді сақтау туралы ғана емес. Бұл өзімізді сақтау туралы. Біз олардың тіршілігін қамтамасыз ету үшін пестицидтерді азайтудан табиғи мекендеу орындарын сақтауға дейін өз тәжірибелерімізді өзгертуіміз керек. Бұл кішкентай, ерекше тіршілік иелерінің тағдыры біздің тағдырымызбен тығыз байланысты. Олардың болашағы, біздің болашақ.